Асықпа. Жаратқанның заңы сол. Әрбір нәрсенің өз уақыты бар. Ертең болатын нәрсе бүгін болмайды. Ал енді бүгін болатын нәрсе сөзсіз ертеңге қалмайды. Біз көбінесе ертең болатын нәрсені уайымдаймыз. Асығыстық жасап, болатын, бәлкім мүлдем болмай қалуы мүмкін нәрселерге бас қатырамыз. Болашақта бізге бір нәрселер болып қалар деп ойлап алып, сол нәрселерден қорқамыз. Шындығында келешектегі сол нәрсе болуы керек болса, болады. Және ертең немесе бір жұмадан кейін бізді не күтіп тұрғанын мүлдем білмейміз. Егер бүгін жаратқанның қалауымен бізде барлығы өз орнында болса, онда ертең де бұл жақсы жағдай бізді тастап кетпейді деген үмітке негіз бар. Алла тағала былай деп уәде еткен: егер шүкіршілік етсеңдер, нығметімді арттырамын. Ибрахим сүресі 7 аят. Демек, бізге берілген нәрселер үшін ризалық білдіріп, жаратқанға тәуекел етіп, одан жәрдем, қорғау, кешірім, жақсылық, денсаулық сұрап, біздің дұғаларымыз жауапсыз қалмайды деп үміт етуіміз керек. Біз ақыл есімізді түрлі ұнамсыз нәрселермен толтырып аламыз. Оның орнына шынында да маңызды болған, бізге де, басқаларға да бақытты болуға жәрдем беретін, өзіміз бен айналамызға пайда алып келетін нәрселер туралы ойлансақ, жақсы болмақ. Біз шынайы, дұрыс және ғажайып, жақсы және шарапатты, пайдалы және мағыналы нәрселерге жұмсайтын рухани күшімізді болмашы нәрселерге жұмсап жатырмыз. Сондықтан асықпа, әр нәрсенің өз уақыты бар.